Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Әйгерім. Бүгін бауырдан өте дәмді тәбеттеріңізді ашатын оңай салат дайындайтын боламыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, жанындағы қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Сол кезде каналыма шыққан рецепті ең алғаш болып көретін боласыздар. Бізге ең бірінші бауыр қажет. Бауырдың біз қазір сыртындағы қабығын алып тастаймыз. Ол өте оңай алынады. Пышақпен шетін бір бастасаңыздар, одан кейін қолмен тартып алып тастайсыздар. Сол кезде біздің бауырымыз жұмсақ болып пісетін болады. Міндетті түрде қабығын аламыз. Міне мен қабығын алып көрсеттім. Қалған бауырларды да солайынан қабығын аласыздар. Және де тезірек пісуі үшін біз кішкентай бөліктерге осылай бөліп аламыз. Осындай көлемде кесіп алсаңыздар болады. Одан кейін қайнап тұрған суға саламыз. Міндетті түрде суымыз қайнап тұруы керек. Бетін жауып өте баяу отта шамамен 10-12 минуттай пісіріп аламыз. Бауырымыздан қан шықпағанға дейін пісіресіздер. Одан кейін біз болгар бұрышын осылайынан жарты бөлігін соломка қылдырып кесіп аламыз. Одан кейін қиярымыздың ортасына теңге бөліп, салатқа тураған сияқты осылайынан жартылай сақиналап турап шығамыз. Қатты қалың емес, жұқа қыламыз. Келесі кезекте екі кішкентай пияздың ортасынан бөліп, жартылай сақиналап жұқа қылып турап аласыздар. Осындай міне жұқа пияз болуы керек. Пиязымызды саламыз үстіне. Келесі кезекте бізге бір сәбіз қажет болады. Сәбізімізді осындай күшіміздің көмегімен өткізіп аламыз. Біздің бауырымыз қараңыздар пісті, толықтай ешқандай да қаны жоқ. Не көріп тұрғандарыңыздай. Енді қазір жұқа қылдырып, осындай формада кесеміз. Бауырды өте қатты кішкентай қылдырып кесіп тастамайсыздар. Біздің салатта бауырымыз көрініп тұруы керек. Осы видеодағыдай қылып турасаңыздар болады. 1 шай қасық қара бұрыш қосамыз үстіне, 2 шай қасық кориандр қосамыз, және де 2 шай қасық паприка қосатын боламыз. Келесі кезекте біз үстіне тұзымызды қосамыз дәміне қарай. Одан кейін біз қант қосамыз. Енді біз ыдысымызды жеке жерге алып қоямыз. Енді біз табамызға жарты стақан сұйық майымызды құямыз. Сұйық майымызды қыздырып алуымыз керек. Сұйық майымыз ысығанға дейін біз басқа кішкентай ыдысқа сарымсақты, яғни чеснокты осылайынан ұнтақтап аламыз. Біздің сарымсағымыз дайын болды. Енді үстіне 2 шай қасық қызыл бұрыш қосамыз. Енді ысып тұрған ыстық майымызды үстіне құйып жібереміз. Біз сонда осылай жеке дайындаған кезде біздің сарымсақ пен қызыл бұрыштың дәмі әдемі болып шығады. Жақсылап тұрып міне май құйдық, одан кейін жақсылап тұрып араластырып аламыз. Толыққанды араласуы керек. Сол кезде бізде әдемі дәмі шығады. Енді біз ыдысымызға үстіне 5 ас қасық соя соусын құямыз. Одан кейін біз үстіне уксус қосатын боламыз. Уксусты 70% уксус қолданасыздар, міне осындай. Уксустан мен шамамен 2 ас қасық уксус құятын боламын. Енді біз алдын ала дайындап алған қызып тұрған майымызбен араласқан сұйықтығымызды үстіне құямыз. Болды, енді біз 2 шанышқының көмегімен осылайынан 2 жақ шетінен араластырып аламыз. Міндетті түрде дастарханға ұсынбас бұрын тоңазытқышта кем дегенде 3 сағат тұруы керек, одан да көп тұрса өте дәмді болады. Дастарханға салып ұсына берсеңіздер болады. Бір жағынан пайдалы және де тәбетті ашатын өте дәмді салат болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, және де видео ұнаған болса, каналыма тіркеліп жанындағы қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Ас болсын.